Сәлем достар, біз бүгін сіздермен бірге фасольный салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге стручковый фасоль керек. Оны тұздап осылай қайнатамыз. 5-7 минут қайнауға қойып қоямыз. Кейін тауық етін турап аламыз. Біз оны бірінші суға пістіріп алдық. Осы палочка қылдырдым. Содан кейін оны қуырамыз. Чеснок қосамыз. Үстіне соевый соус құйып, тағы да араластырамыз. Ал оған дейін біз тәтті бұрыштарымызды кесіп аламыз. Сары қызыл тәтті бұрыштарымызды турап алып, палочка қылдырдық шөбімізді де турап аламыз. Содан кейін жаңағы бір емкостьқа осының барлығын саламыз. Консервадағы фасоль, одан соң кинза, қара бұрыш, паприка және де тұзды көз мөлшерімен салып аламыз. Барлығын араластырамыз. Осындай тәтті әдемі салат шығады.